Сүйек сорпасы ол бүкіл еті алынып тасталынған тек қана сүйектерді кем дегенде 12 сағат баяу отта бір қалыпты қайнату арқылы алынатын сорпа. Дәрігерлер қайнатылған сүйек сорпасында көптеген қоректік заттар бар екенін растайды. Дәрігерлердің айтуынша, жануарлар сүйектерінің құрамында адамның сүйектерін нығайтуға қажетті кальций, магний, калий, фосфор, А витаминдері, В витаминдері және Е дәрумендері, сондай-ақ омега-3, омега-6 май қышқылдары бар. Сонымен қатар кальций, темір, селен және мырыш микроэлементтері де көптеп кездеседі. Осы аталған витаминдердің барлығы сүйектерді ұзақ уақыт қайнатқан кезде сорпаға шығады. Сорпа иммунитетті көтереді, буыны ауыратын адамдарға оң әсер етеді. Ішек жолын тазалайды. Адамның ішек жолы дұрыс болған соң, шашының да, бетінің де, асқазанның да күйі жақсы болады. Сүйек сорпасында коллаген құрамына кіретін амин қышқылдары және глицин көп. Бұл амин қышқылы коллагеннің маңызды құрамдас бөлігі болып саналады. Ол буындар саулығына, шаш, тырнақ және тері саулығы мен жастығына алып келеді. Глицин ағзаны зиянды компоненттерден тазарту үшін қажет. Ол ас қорытуға және асқазан сөлінің секрециясына қатысады. Сонымен қатар тыныштандыратын әсері бар бола отырып, глицин ұйқыны жақсартады. Сорпа желатиннің нағыз көзі болып саналады. Ол дәнекер тіндерді нәрлендіріп, терінің ерте салбырауынан және целлюлит пайда болуынан қорғау үшін қажет. Сүйек сорпасы салмақ жоғалтуға көмектесетін заманауи диеталарда жиі қолданылатын төмен калориялы сапалы өнім болып табылады. Сорпаны тұтыну күнделікті калорияны азайтады, бірақ адам аштықтан зардап шекпейді. Сорпа детоксикация белсенділігіне ие, денеден ауыр металдарды кетіруге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе үлкен дене салмағы бар адамдар үшін өте маңызды. Өйткені токсиндер май тінінде жиналады. Май неғұрлым көлемді болса, соғұрлым оның құрамында токсиндер көп болады. Сүйек сорпасын қалай дайындаймыз? Ол үшін үлкен кастрөлге әртүрлі қойдың, сиырдың, жылқының болсын тек сүйектерін ғана салып, үстіне көп мөлшерде су құямыз. Қайнаған соң көбігі шықса көбігін алып тастап, тұз қосып, баяу отта кем дегенде 8 сағаттан 12 сағатқа дейін қайнату керек. Неғұрлым көбірек қайнаса, соғұрлым сорпа пайдалы дәрумендерге бай болады. Себебі сүйектерді ұзағырақ қайнатқан сайын, оның құрамындағы барлық пайдалы дәрумендері сорпаға шығады. Сүйек сорпасын одан әрі дәмді ету үшін, сорпа дайын болғанға 15 минут қалғанда сәбіз, пияз немесе басқа да өзіңізге ұнайтын көкөністі қосуыңызға болады. Дайын болған сорпада көптеген сүйектердің ұсақталған бөлшектері болады. Сол себептен дайын болған сорпаны сетканың көмегімен сүзіп алуымыз керек. Сорпаны сақтау үшін сорпа суыған кезде оны тоңазытқышта 3 күнге дейін сақтауға болады. Оны сондай-ақ кішігірім пластикалық бутылкаларға, ыдыстарға құйып, мұздатқышқа қатырып қойып, 3-4 айға дейін сақтауға болады. Сорпаны көбірек дайындап қатырып қойған ыңғайлы. Содан соң оны кез келген уақытта жылытып ішуге болады. Сорпа әсіресе құрамында коллагеннің болуына байланысты терінің қартаюына алаңдайтын барлық қыз-келіншектерге ұсынылады. Сүйек сорпасының жоғарыда атап өткен барлық пайдалы қасиеттерін ескере отырып, бұл сорпаны 9 айлық баладан бастап 90-дағы қарияға дейін ішуіне болады. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.